бар? Сәлеметсіздер апай. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Сабаққа дайынсыз ба? Иә. Жақсы. Балалар, бүгін бізде сабақ осы уақытқа дейін сабақ оқушылар. Екінші сабағымызды бастамасында жағымды атмосфера құру үшін барлығын қолымызға алайық. Қазір Айнамен біз өз-өзімізге уәде береміз. Бүгінгі сабаққа немесе бүгінгі күнге барамыз. Мысалы, мен бастаймын. Мен бүгінгі сабақта оқушыларға түрлі тапсырма орындарды сабақты жақсы өткізуге бар күш-жігерімді салып деп уәде беремін. Ары қарай. Тез біріміз қарай. Мен бүгін жақсы Жақсы, өте жақсы. Мирас айтады. Қандай уәде бересің өзіңізге? Сабақта белсенді қатысуға және Жарайсың, белсенді қатысуға, ақшаны бер. Мен сабақта белсенді қатысуға уәде беремін. Өте жақсы. Мен сабақта белсенді қатысуға және өз тобымның үмітін ақтауға уәде беремін. Өте жақсы. мен сабақта жақсы қатысуға уәде беремін. Жақсы. Мен бүгінгі сабақта түсініп белсенді қатысуға уәде беремін. Мен сабақты жақсы бітіруге уәде беремін. Жақсы. Мен сабақты жақсы Белсенді болуға. Мен сабақта тыныш отыруға уәде беремін. Жақсы, Алиясқар. Мен тапсырмаларды дұрыс орындауға уәде беремін. Өте жақсы. Бүгінгі сабақта мен барынша сабаққа белсенді қатысуға уәде беремін. Өте жақсы. Мен сабаққа белсенді қатысуға уәде беремін. Мен сабақта тыныш отырып, белсенді қатысып, жақсы отырып уәде беремін. Өте жақсы. Мен сабаққа жақсы қатысып, апайды тыңдап, бес алуға белсенді болады. Бес алып қойсыз ба? Мен уәде беремін. Жарайсыңдар балалар. Бір-бірімізге қосылып қояйық. Үш топқа бөлемін. Топты қос кейіз өтеді. Үш топты топ басшысы мен өзім дайындап қойдым. Бірінші топта бізде Ақжан, екінші топта Каусар, үшінші топта Әйгерім. Қазір топтастары, топ басшылары телефоныңызды шығарсақ. Ақжан, сен телефоныңызды шығарсақ. Және Каусар. Былай қылсаңыз балалар, үш топ басшысы телефоныңыздың фонарин қосайық. Қосамызда, бұны ақ парақтың артына жағамыз. Сол кезде сіздердің топтарыңызда қандай оқушылар солар шығады? Жоқ, алдына қарай. Артынан жағамыз, артынан жағамыз. Бірінші топ, Ақжан кім топ? Қазір топы Мирас. Ақжан, Айнұр, Ая, Шариф, Кәусар, Нұрасыл, Бекжан, Аслан, Мирас. Бірінші топ қалса, кітап дәптеріңізді алыңыз. Апай, бірінші топ анау ғой. Сәл жаңа отыра берейін. Бірінші топқа тез. Қайтадан жүр, Арнұр. Арнұр, Ая, Шариф, Кәусар, Нұрасыл, Бекжан, Аслан, Мирас. Нұрасыл, Аслан. Жақсы балалар, екінші топқа бөлдік, иә? Бүгін біз топтан жарысын өтетін боламыз. Сіздерге түрлі тапсырмалар беремін. Тапсырма беру барысында осылай түсіндіріп өтемін. Әр тапсырмаға әртүрлі 500 теңге, 600 теңге деген секілді ақша үлестіремін. Бұл ақша сіздер жинауларыңыз керек. Себебі дайын тапсырма орындап болғаннан кейін екінші тапсырманы сіздер менен қайтадан ақша сатып аласыздар. Егер сол тапсырмаларды дұрыс орындасаңыздар, мен сізге одан да көп ақша беремін. Түсінікті ғой? Қандай ақша? Болды. Жақсы. Ендеше үй жұмысына берілген еді. Үй жұмысқа кезең бірінші кезегі бесінші тапсырмалар. Онда бірінші топта кім оқып береді? Ашық микрофон арқылы ұстап отырыңыз. Абай сөздерін оқығаннан кейін мені ойлады. Абай өзінің бірінші қара сөзінде айтып кеткендей, өзі қорытындыда бір ақпаратқа бар білгенімді жазып қалдырамын дейді. Керегі болса алар. Яғни оның айтқысы келгені, ол сонша жасқа жеткен соң өзінің немен айналысатынын талдайды. Сонда ол айтады, мен қара сөздерді қақпақтар, өлеңдер жазып қалдырамын. Керек адам алсын дейді. Абайдың қара сөздері жайдан жай жазылмаған. Әр қара сөзінің өзіндік бір мағынасы бар. Өте жақсы.
орташа үй тапсырмасы. Барлықтарыңызға сұраудан уақыт жетпейді ғой, сондықтан кімде үй тапсырмасы бар, жағына плюс қойып отырады. Растама жоқ болса, иә, өзіңіздің тобыңыздың атын жазасыз, мүшелерін жазасыз. Үй жұмысы бар болса, бәрінше плюс қойып шығамыз сонда. Екінші топқа кім оқуыңыз келеді? Ол жерде Үшінші топқа кім оқуыңыз келеді? Абай қара сөздерін оқығаннан кейін мен ойлаймын. Абай балалық жастық шақтарын өткізгеннен кейін қартайғанда не істеймін деп өзіне сұрақ қояды. Осыдан ол бірінші қара сөзіне 45-ші қара сөзіне дейін жазады. Осы күнге дейін біз бірінші және жетінші сөздермен таныстық. Бірінші сөзінде тек бастамасы болды, яғни ақ қағазға ойына келген нәрселерді жаза беремін дейді. Ал жетінші сөзінде адам баласы өсе келе пайда болатын мінездері, яғни бала жеп, ішіп, ұйықтап, я ұмтылып, білім үйренеді. Осы қара сөздердің тәрбиелік мәні неде? Осы сұраққа жауап берейік. Жетінші қара сөзінің тәрбиелік мәні тән құмарлығы мен жан құмарлығын салыстыра отырып, адам бойында жан құмарлығын мейлінше көп кездесу керектігін айтады. Үш арсызды, яғни ұйқы, тамақ, сылқыны жанына әсер етпей, жан дүниесін рухани байлыққа толтыру заман талабы. Қорыта келгенде, Абайдың қара сөздерін оқыған әрбір адам өмірде өз орнын тауып, нық қадам басады. Сондықтан да Абайдың қара сөздері әрқашанда керек деп ойлаймын. Өте жақсы, үй жұмысын топ басшылар тексеріп шығған нәтижелерінде бар болса, баға парағын жазамыз. Ендеше бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы Абайдың 31-ші сөзі. Оқу мақсатымыз шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың атын маңызды негізге жасау. Ендеше сабақ тақырыбын ашу барысында барлығымыз экранға назар аударсақ, сандар сөйлейді. Қазір мына жаққа сандар шығады. Ол сандар Абайдың өмірімен қандай байланысы бар? Сол жайлы айтып. Бірінші бізде 10 саны. Қазір айтамыз. Абай ол 10 жасынан бастап өлең шығара бастады. Жақсы, тағы қосатынымыз бар ма? Абай Құнанбайдың туылғаны қашан еді? Айтамын. Абай Құнанбаев 10-шы Жақсы, жақсы балалар. Келесі сұрақ 13. Асылжан. Ол 13 жасында бірінші Не істеді 13 жасында? Ақжан. Ел видеосіне 13 жасынан бастап араласа бастады. Оған ел видеосіне араластыруға кім түрткі болды? Жақсы. Келесі 5. Красный давай. 5 ғылым таппай мақтанады. 5 дұшпанмен 5 асылсыз. Дұрыс. Келесі 3. Каусар. Абай. Мирас. Оларыңыз білеміз бе? Мирас это 3 поэмасында, иә? Қандай қандай? Ескелді. Өте жақсы. Келесі бізде 45. Мадиархан. 5 қара сөз бар. 1 және 7 сандары. Рабия. Біз осы күнге дейін бірінші және жетінші қара сөздер. Дұрыс айтасыз. Бірінші және 7-ші қара сөзбен таныстық. Ал бүгін біз Абайдың 31-ші қара сөзімен танысатын боламыз. Ендеше барлығымыз тыңдауын тапсырмасын кезектесек, бірінші тыңдап алайық, кейіннен мағынасын ашып, көреміз. Сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып отырып, көңілге бекіту керек. 4-ші, ой кеселді нәрселерге қашып болу керек. Егер кез болып қалса, салынып керек. Ой кеселдері. Кім оқиды? Бұдар? Мирас оқыңыз ба? 31-ші қара сөзді? 31-ші қара сөзді оқыңыз. Дауысыңызды шығарып,
көп түрлі себеп бар. Ең көпшілігі байлауы беріп болу керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде жіберәтінәмін керек. Көңілденіп, құшынып, ынтамен ұру керек. Үшінші, сол нәрсенің ішінен бірнеше уақытта қайтарып ойланып көңілге бекіту керек. Ары қарай жалғастырамыз. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншық, күлшілдік, я бір қайғыру, салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күліп, ақыл мен ғылымды қоздыратуын нәрселер. Жақсы балалар, енді қарайық. Осы қарасыздар, бізге түсініксіз сөздер бар, иә? Бірінші кесел. Бұл жерде ауру сырқат дерт деген мағына, бірақ қара сөзде ауыспалы мағына ретінде ұнамсыз, дағды, жаман, әдет деген мағынада келтіріп тұр. Ал салғырттық бұл селсоқтық, ержарық деген мағына. Жалпы 31-ші қара сөзді оқып шықтық, сіздерге сұрақ, Абай осы 31-ші қара сөзінде қандай мәселеге көңіл аударған? Не жайында айтылған екен? Кім айтқысы келеді? Каусар? Бұл жерде Абай атамыз ең бірінші екі нәрсеге бөлінеді дейді. Яғни біреуі өзінің тарихы, ал екіншісі ойында одан білеміз және Ол жерде естігенді ұмытпаққа төрт түрлі себеп бар деп айтамыз. Қандай ғана себеп бар екен? Ең әуелі көкірегі байлауы беріп болу керек. және де Екінші сол нәрсені естігенде не көргенде гипоглям керек. Гипоглям деген нені? Үлгі өзіне үлгі ету керек. Үшінші не дейді? Мәтіннен қарап тестісек. сені ішінен бірнеше уақыт қайталап ойланып оған жауап беру үшін ойлану керек деп айтады. Ал төртіншісінде ой келелі нәрселерден қашық болу керек. Ой кеселі нәрседен қашық. Жақсы. Асылдан қарайық. Ой кеселдеріне нені жатқызған екен? Ой кеселдеріне Абай нені жатқызған екен? Уайымсыз, салғырттық, ойыншық, күлкішілік, я бір қайғылы, салуды я бір нәрселерді құмарлық пайда болу секілді. Жақсы, отырам. Себепкер болатын айтады. Өте. Келесі, Абай барасын сөздері кімге арнаған? Қарағер кімге арнаған? Яғни жастарға үлгі насихат ретінде Және де ол сол асыл істерін, мысалы жаман істер мен асыл істер бар ғой, жаман істерді жастар бойына сіңірмеу үшін, ал жақсы істерді бойына керісінше сіңіріп, соны адамдарға көрсете білу үшін. Жақсы, яғни бізге жаман қасиеттерді баулап, жақсы қасиетке жақын болуымызды бізге жақсы бала. Ендеше алғашқы тапсырмамызға кезек берейік. Осы уақытқа дейін бірінші және жетінші бүгін 31-ші қара сөз болып отырмыз. Ендеше бірінші топқа бірінші қара сөз бойынша постер құрал. Постер құралды біз білеміз, иә, өткен сабақта. Құралдық және постерларымыз, фломастерларымыз. Екінші топ сіздерге 7-ші қара сөз, 3-ші топ 31-ші қара сөзге байланысты постер құрал. Болды, тезірек аяқтайық. Бізге берілген Абайдың бірінші қара сөзі, ол жақта айтылатыны, ол жерде Абайдың немен айналысқысы келетіні, және де болашақ өзінің, мысалы бір жастан өтіп кетеді ғой, сол жастан кейін өзінің не айналысатынын талдайды. Сол кезде мені талдаған сөздері, және де біріншісі ол ғылым бағуды осылай айтады. Мен білген затымды кімге үйретемін, білмеген затымды кімнен сұраймын деп айтады. Екінші, бала бағуда Абай айтады, ол бала баға алып еді, бірақ ол дін бағуды осылай айтады. Маған дін бағатын кезде, яғни ол сол білді ғой, маған тыныштық керек, көрген күнімде де, жүрген күнімде де тыныштық жоқ деп айтады. ел бағуда Абай
ол өзінің еліне ел баққысы келген өзінің еліне негізінде болашақ жас ұрпақтарға және қорытындысы абай бір ақпаратқа өзінің білгенін жазып болашақ келешек ұрпаққа қалдырамын дейді, білгенін алсын дейді. Яғни оның айтқысы келгені ол қара сөздер, тақпақтар, өлеңдер, әртүрлі мағынасы бар. Қосыламыз ба? Дұрыс деп есептейміз ба? Жақсы. Сіздерде 500 теңге бар. Екінші тапсырма кезінде қолданатын боласыздар. Екінші топтарға қарай. Сіздерде болды. Бірінші топ ажыратып оқиды. Бұл жерде бірінші заман Жаман жағы адам өмірінде туылғанда ол екі адам болады. Біреуі жақсы, ынталы, оны көруге оқысам екен. Ал екінші жағы ол жатсам ішсем. Жақсы. Абай атамыз адам дүниеге келгенде екі түрлі нәрседен туады. Оның жақсысы өзгерді өздері жақсы болсын деп дейді. Ал ол үстінде жаман нәрсе жаман жағында бізде абай яғни айтқысы келген үнемі тек алған айтады, біздің бала кезіміз жақсы. Өйткені бала кезімізде не көрсетсе татып көруге, ұстап көруге талпынамыз. Ал осы екеуінде ондай болмайды сізде. Жақсы, сіздерде мұнда жаман қасиетіне қарап отырсам, жақсы жағына күн салуды өте жақсы. Ал осы сіздерде күріш болды. Келесі, үшінші топ. Біз осы жерде кішкене түсінетін жазу идеясы. Ол жерде Абай Құнанбаев естіген нәрсені ұмытпаған 4 себеп туралы айтқан болатын. Бірінші себебінде көкірегі берік болу керек, яғни өзіне сенімді болу керек, мықты болу керек дейді. Естіген үлгі алу керек, яғни көптеген ақындардан, ғалымдардан естіген нәрсесін өзіне тоқу керек. Ал үшіншісінде ынталы болу керек, яғни ешқашан берілмей мықты болу. Ал төртіншісінде ой кесел жерден қашықта. Ой кесел жері дегеніміз ол кезде не бір қайғыға салыну, не бір нәрсеге құмар. Негізгі идеясы естіген нәрсені ұмытпауға, мықты болуға тырысу керектігін. Яғни барлық нәрсе керектігін. Өте жақсы. Маған үшінші топты қорғаған ұнады. Негізгі идеясы деп жеке айтқан үшінші топ болды. Сондықтан сіздерге тағы бір 100 балл қосып бергім келеді. Сіздерде де 400 балл болады. Жақсы, отыра қойыңыздар. Немесе балалар? Бірінші тапсырма бойынша барлығымыз орындай алдық, иә? Енді екінші тапсырмаға кезек берсек. Екінші тапсырманың ішінде сіздерде екі тапсырма болады. Біріншісі ол сәйкестендіру, екіншісі сөз жұрбақ. Бұл екі тапсырма неде 200 теңге тұрады. 200 теңге шығамас сіздерде тапсырма орындалуға барлығымызда шығады. Жақсы онда сіздер маған 200 теңге бересіздер. Егер мына тапсырмаға дұрыс жауап берсеңіздер, бір тапсырмаға 200, екінші тапсырмаға 200, 400 теңге сіздерге береді. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Қазір сақтан мен беремін. Сіздерге 5 минут уақыт, сіз орындар, иә? Жолда екінші кім болады? Екінші болды ма? Болды, тоқтатамыз. Сәйкестендіру қарағым, тез береміз маған. Сіздер. Абай жолды топтан атыңыздар. Үшінші топ деп. Екінші топ. Бірінші топ деп жатыр. Қараңдар, балалар, сәйкестендіру
мынау үшінші топтан барлығы бір сөйле үшінші топ. Бір қате, иә? Жақсы. Екінші топта бір қате сіздерге. Енді бізде үшінші топ барлығына бір жауап берді, әлі бірінші болды. Бірінші топ сіздерде екі қате болды, екінші топ сіздерде бір қате. Жақсы, иә? Енді келесі сөз жинағымызды ашайық. Сөз жинағын ашайық. Бірінші топ сіздерге үлгі алу сөзінің синонимі. Ғибрат, дұрыс. Абайдың шын есімі? Ибрахим. Өлеңдегі ырғақтық кідіріс қалай аталады? Салғырттық сөзінің мағынасы? Бірінші топ? Ішу, жеу, ұйықтау, менің құмар болар? Дәл құмар болар. Абай айтқан бес асыл сөздің бірі? Жақсы. Жамандық көрсең, нәпрат. Өлеңнің әр жолы? Қалай аталады? Қармақ. Абай айтқан бес дұшпанның бірі? Жеріншек. Кесел сөздің мағынасы? Ауыл. Өте жақсы. Мен қарап тұрмын, барлығымыз орындаған екенбіз, иә? Жақсы балалар. Ендеше келесі тапсырма бізде жеке жұмыс. Біз Абай тақырыбын осымен қорытындылаймыз. Қазір сізге қорытынды ретінде ішінен бір билеттерді тез-тез бөліп алайық. Мынаның ішінде билеттер бар. Тез-тез бір-бірден бөліп алайық. Bir-birden aldın mı? Biletler aldın mı? Anladım sevgili. Енді, көптен арқанынан жақсы. Топ басшылар сұраққа жауап бере алса, деңгейдегі жерге плюс қойыңыз. Сұрақ. Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылдары туған жері. Туған жері Шығыс Қазақстан. Қай жылдары өмір сүрді? Туған жылы 1540 жылы, қайтыс болған жылы 1904 жылы. Тексерейік. Дұрыс, өте жақсы bravo. Келесі. Аяқ. Сұрағы. Мұның сатпай мақтанды өлеңінің идеясы. Жауап беріп келе ма? Білеміз ба аяқ? Үлгі неге беру және не туралы айтылады? Жаттатып қой. Біраз оқысайық. Білім алмай, мақтанба дейді. Яғни адамның бес асыл қасиетінен бес дұшпаны көрсетеді. Жақсы жаман қасиеттер. Қас көріп беру. Келесі билет. Екінші билет. Абай Құнанбаевтың өлеңдер жинағы қай жылы жарық көрді? Топтан жауап беріңіздер бар ма? Білмейміз, кім біледі? Атақты 1909 жылы Санкт-Петербургте шығып кетеді. Келесі билет 14. Топ айтсыр. Жетінші сөздегі тәнен жан құмары деген не? Тәнен жан құмары ол бақылық. Жан құмары деген ол бұзақ амай ойнайды, ұйықтайды, жатады дейді. Жетінші қара сөз Асылжан. Адам? Екі түрі несі? Бірі? Бірі жақсылық. Тән құмарға не жақсы? Келесі? 15 билет. Понятно, жауап беріңіз. Абай уайымсыз салмақты ойыншы бүліншіді. Яғы тәнға салынып, яғы нәсіге құмары пайда болды. Неге жатқан? 3-ші билет. Соғыстар. Абайдың анасының әжесінің есімі? Анасының әжесі жақсы. 20-ші билет. Ақжан. Абай поэмаларын атаңыз. Әзіл поэмасы, күңгіт, Масқұт поэмасы және Ескендір поэмасы. Жақсы. Келесі 10. Азамат. Абай айтқан бес асыл
Испана. Вақытша бірінші Рабия. Бес тышқанға өсек өлтіріп мақтаншақ бірінші бекер басышпақ бес тасымызге талап Biz bu ulaştı sabah başında жылдамдығымен көзге түскен бірінші топ ең алғыр топ деген номинация қосылады. Бұл ulaştı sabah başında ұйымшылдығымен көзге түскен екінші топ ең тартымды топ деген номинацияны ұтып алды. Және үшінші топ бізде ең тапқыр топ деген номинацияны ұтып алды. Бағыма, неге тапсырмаға? Осы қарасыз жазылайық. Абайда қара сөздері бүгінгі күні ізетінде. Осы сұрақ барысында ойланып жармасында топ басшылар маған